Жаңа емхана, перинаталдық орталық, жарақат пункті мен модульдік гараждар. Жақында Ұлытау облысында осындай маңызы зор денсаулық сақтау нысандары ашылады. Қаржыландыратын Қазақмыс корпорациясы холдинг жаңа облыстағы халықтың жағдайына баса назар аударып, денсаулық саласы сапасын жақсартуды көздеп отыр. Қазақмыс пен Ұлытау облысының әкімдігі қол қойған меморандумда осылай деп жазылған. Жаңадан ашылатын нысандардың ерекшелігі қандай, құрылысы қашан басталмақ? Толығырақ келесі сюжетте. Сәтбаев емханасының бұл жедел жәрдем көлігі денсаулығына қауіп-қатер төнген жандарға дер кезінде көмек көрсетілу үшін кез келген уақытта жолға шығуға әзір. Алайда санитарлық көліктің үздіксіз жұмыс істеу үшін техникалық жабдықталуы жоғары деңгейде болуы керек. Өңірдің ақ халатты дәрігерлері міне 10 жылдан бері модульдік гараж ашылуын күтіп жүр. 2013 жылдан бері гараж деген мәселесі көтерілген, бірақ қаражат бойынша олар неге салынбаған. Қазіргі уақыттағы мынау Қазақмыс корпорациясының басшылығының бізге осындай мәселе көтеріп, оны гараж салып береміз деп жатқан, оған үлкен қаражатқа қажет етеді. Сондықтан бізге корпорация Қазақмыс басшылығына ризашылығымызды білдіреміз. Мекемеге, халық емшілігіне көрсетілген бір көмек деп есептеймін. Сәтбаев емханасының қаражаты Кеншілер қаласы тұрғындарының тең жартысына медициналық көмек көрсетуге жеткілікті. Енді дәрігердің қабылдануына кіру үшін ұзын сонар кезекте тұру міндетті емес. Себебі Қазақмыс алдағы 3 жыл ішінде 17 мың адам емделе алатын тағы бір емхана салып беруді жоспарлап отыр. Оның үстіне орталық аурухана аумағында жаңа жарақат пункті ашылады. Яғни жұрттың жарасына ем іздеп жезқазғанға сабылуы да тыйылады. Оған қоса Ұлытау облысы орталығында меморандумды жүзеге асыру мақсатында жаңа перинаталдық орталық салынады. Хочу отметить, что большую долю жеке инвесторлар үлесінің басым бөлігі Қазақмысқа тиесілі екендігін айтқым келеді. Президент Қазақстанда 8 перинаталдық орталық ашылатынын хабарлаған. Оның бірі осы Жезқазғанда. Бұл өңірдегі ана мен баланы қорғау мәселесі үшін аса қажет жоба екенін атап өткен жөн. Ләззат Тұранова атап өткендей, жаңа перзентханада тек қана нағыз мамандар жұмыс істейтін болады. Салтанатты ашылуына дейін олар елдің ең үздік емханаларында тәжірибе жинап, біліктілігін арттырады. Қазақмыс облыстың денсаулық сақтау саласын дамытудан бөлек, мәдени және спорт кешендерінің де құрылысына қаржы бөледі. Сымбат Серікқызы, Жалғас Азғанбаев, Амир Ибатов, Атамекен бизнес, Ұлытау облысы.